Орта жүз Қошқар ұлы Жәнібек 13 жасқа келгенде, ұлы жүзде Қараби деген аузы дуалы, өзі білімді би бар деген даңқын естіп, содан барып бата алуға жолға шығады. Ол қазақ пен қалмақтың жауласып жатқан кезі болса керек. Бұлардың барар жолын қалмақтар басып алып, олар өте алмай үйіне қайтып келіп 3 жыл жатады. 4-ші жылда жол ашылып, Жәнібек 16 жасында Қарабидің еліне келеді. «Шырағым, кімнің ұлысың?» дейді Қараби. «Қошқар ұлы Жәнібекпін» деп жауап береді бала. «Мен сені осыдан 3 жыл бұрын күтіп едім, неге кешіктің?» Жәнібек себебін айтады. Қараби қонағасын беріп ертеңіне: «Не қалайсың, шырағым?» дейді. «Сізден баталайын және өсиет боларлық өз аузыңыздан сөз естейін деп келіп едім» дейді Жәнібек. Сонда Қараби батасын беріп былай деген екен: «Бедері жоқ қамқадан берік тоқылған бөз артық, берекеті жоқ ағайыннан берік сөйлескен жат артық. Пайданы алыстан қылғайсың, залалды жақыннан қылғайсың. Тышқан да інінің айналасына оттамайды, оны да есіңе алғайсың. Қайтып кірер есікті қатты серпіп жаппағайсың. Қайтып көрер досыңа қайырылымсыздай сөз айтпағайсың. Осыны есіңе ала жүрсең, ешкімнен кем де қор да болмайсың» деген екен.